Бұл идеологияның біздің салт дәстүрімізге, әдет ғұрпымызға, біздің менталитетімізге қарама қайшы келетін жерлері көп. Біздің қазақ халқы өзі сонау 1000 жылдан бері ислам дінін ұстанып келе жатыр. Бірақ біздің менталитетіміз бар, біздің ұлттық болмысымыз бар, біздің домбырамыз бар, біздің қобызымыз бар мысалы. Ал енді салафиттерді қазіргі тыңдайтын болсақ, олар домбыраны, қобызды харамға шығарады. Терме, айтыс, күйлердің барлығын харамға шығарып тастайды. Тек осыдан ғана білуге болады, мысалы, біздің Қазақстанымыздың, еліміздің болашағы салафиттермен бірге бола ала ма, бола алмай ма? Олар бізге жолдас болып, серік болып, жаңағыдай қиын қыстау кезде мысалы қол ұшын бере ме, әлде теріс бұрылып кете ме? Содан ақ білуге болады. Енді мынау мысалы музыканы алып қарайтын болсақ та, музыканың өзін жаңа шариғатта ғалымдардың пікірі екіге бөлінген. Харам дейтіндері бар, халал дейтіндері бар. Біздің қазақ халқының жаңағындай кезіндегі ғалымдары ұлттық аспаптарды, ұлттық әуендерді, егерде оның ішінде мысалы жаңағындай күнәға тартатын немесе бір теріс әрекетке тартатындай жаңағындай заттар болмаса, ол музыка халал деген, рұқсат еткен. Домбыраны ешбір қазақ ғалымы кезінде мысалы 1000 жылдан бері харам деп айтқан ғалым жоқ. Бұл кісілер келеді, қазір 21 ғасырда оны харамға шығарып тастағысы келеді. Сөйтіп бүкіл халық, көпшілік ойбай, мынау мұсылмандар осындай екен, діндарлар осындай екен, бұлар біздің елімізге қарсы деп барлығына күйе жағылады сосын. Сол себептен де салафизмнің мынау біздің салт дәстүрімізге, әдет ғұрпымызға, жаңағындай біздің менталитетімізге қарама қайшы келетін жерлері көп салафизмнің. Сол себептен Қазақстан жерінде, қазақ жерінде салафизмнің болашағы жоқ деп ойлаймын. Және де бұл ағымның Қазақстанда, бұл идеологияның Қазақстанда таралуына тыйым салыну керек. Қазақстанда дін муфтият арқылы, теологтар арқылы насихатталу керек.